Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы жібек жолының рөлі. Сабағымыздың зерттеу сұрағы: Ұлы жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме? Сабағымызда балалар Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнын анықтайтын боламыз. Мақсатымызға жету барысында Ұлы жібек жолының пайда болу тарихымен танысамыз, сондай-ақ негізгі бағыттар мен тармақтарын және Ұлы жібек жолы арқылы қандай тауарлар тасымалданғанын білетін боласыңдар. Халықаралық сауда жолының тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 мыңжылдықтардан Шығыс Түркістаннан Иран, Мысыр, Қытай мен Сирияға лазурит пен нефрит тасудан басталған екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 138 жылы Қытайдан император Удидің батыстың беймәлім елдеріне жіберген елшілік керуені жолға шығып, алғаш рет Қытайдан Орталық Азияға тікелей жол тартады екен балалар. Сапар соңында сауда үшін қолайлы жолдар анықталады. Бұл жолдар Ұлы жібек жолының негізін қалаған екен. Халықаралық қатынастардың дамуындағы Ұлы жібек жолының рөлі қандай болған екен? Назарымызды видеоға аударамыз. Ұлы жібек жолының пайда болу тарихы. Ұлы жібек жолы Қытай мен Еуропа елдерінің арасын байланыстырған сауда жолы. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасында дала жолы іске қосылды. Осы дала жолын Ұлы жібек жолы деп атауды 1877 жылы белгілі неміс географы Фердинанд фон Рихтхофен ұсынды. Бұл атау Қытайда шығарылатын жібек матасына байланысты шыққан. Ұлы жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесіне ұқсас жұмыс істеді. Себебі ол бүкіл Еуропа мен Азия елдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызып, ондағы халықтарды біріктірді. Ұлы жібек жолының бағыттары. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы аудандардан басталады. Ол Ұлы Қытай қорғанының батыс шетінен Іле өзені арқылы Ыстық көлге жетеді. Жол осы арада батысқа және солтүстік-батысқа қарай шығу үшін оңтүстік-солтүстік бағыттар болып тармақталады. Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастағы тарихи маңызы. Жібек жолы халықтар арасындағы сауданың дамуына зор үлесін қосты. Сонымен қатар ол шығыс пен батыс елдерінің арасындағы халықаралық қарым-қатынастың дамуына да өзінің үлкен пайдасын тигізді. Қытай жазба деректеріне қарағанда, жібек жолының халықаралық қарым-қатынас жағынан жандана бастаған кезі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың ортасына сәйкес келеді. Қытай императоры Удидің 138 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған елшілігі тек 13 жылдан кейін оралған. Міне осы елшілік оралған кезден бастап Қазақстан мен Орта Азия жеріне және батыстағы елдерге жібек артқан керуендер шыға бастаған. Бұған керісінше батыс елдерінен Қытайға қарай елшіліктер шыққан. Сауда жолына байланысты дипломатиялық қарым-қатынасты 568 жылғы түркі қағанаты мен Византия мемлекетінің арасында болған келісімдерден байқауға болады. Ұлы жібек жолының халықаралық мәдениеттің дамуына тигізген әсері. Сауда кезінде жол бойындағы елдер өзара мәдени жағынан да байланысқа түсті. Жібек жолы арқылы жан-жаққа діни ой-пікірлер де таратылды. Жібек жолы буддизммен қоса батыстан шығысқа қарай христиан және ислам діндерінің таралуына себепкер болды. Сатылатын бұйымдар өздерінің өте тамаша, сәнді жасалуы арқылы үлкен сұранысқа ие болды. Осындай бұйымдарды жасауда дүниенің әр түкпірінде өз ісінің шеберлері қалыптасты. Мәселен, археологиялық қазба жұмысы кезінде атақты Византия шеберлерінің қолынан шыққан тамаша күміс құмыралар Тараз қаласынан табылса, Қытай фарфорынан жасалған әдемі ыдыстар Қазақстандағы талғар, испиджаб,
отырар сияқты орта ғасырлық қалалардан көптеп табылған. Ұлы жібек жолының халықаралық шаруашылықтың дамуына тигізген әсері. Бұл жол арқылы Орта Азияның асыл тұқымды жылқылары шығыс елдерден пілдер мен мүйіз тұмсық, арыстан, барыс, аң аулауға, саятшылық құруға қажетті құстар сияқты сирек кездесетін жан-жануарлар сатыла бастады. Бұл жолдың бойымен бақшада өсірілетін мәдени өсімдіктердің түрлері мен тұқымдары көп сатылды. Ұлы жібек жолының ұзындығы 7000 километрден асты. 15 ғасырдан бастап теңіз жолының дамуына байланысты Ұлы жібек жолы өз маңыздылығын жоя бастады. Балалар, енді назарымызды тапсырмаға аударамыз. Бірінші тапсырма. Бір дұрыс жауап белгілейтін боламыз. Қытай императоры Уди батыс елдер өз елшілерін қай жылы жіберді? Екінші тапсырма. Сәйкестендір. Төменде екі бағанада берілген тарихи деректерді дұрыс жауабымен сәйкестендіреміз. Тапсырмаларды орындап болсақ, зерттеу сұрағына оралайықшы. Ұлы жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме? Қалай ойлайсыңдар? Сұрағын жауабын табалдық па? Аңғара білсек, зерттеу сұрағына жауапты таба білсек, онда төмендегі берілген арқылы, сілтеме арқылы өз ойымызды жазып қалдырамыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Олай болатын плюс, минус, қызықты әдісі арқылы сабағымызға кеңес береміз. Плюс бағанасына, яғни бұл сабақта ұнаған ақпараттарды жазамыз. Ал минус бағана бұл сабақта өзімізге ұнамаған, немесе жалықтыратын, немесе түсініксіз болғандарын жазамыз. Және де үшінші бағана қызықты бағанасына, яғни сабақта өзімізді қызықтырған, немесе таң қалдырған ақпаратты жазатын боламыз. Плюс, минус қызықты әдісін сабақты қолдау мақсатында қолданып отырмыз. Бұны да описание бөлімінде берілген сілтемеге жазып қалдырамыз. Сау болыңдар.